Отырмын. Жоқ, біз Кушкинбаев Ерлан Кеңесбаевичмін. Кім? Кушкинбаев Ерлан Кеңесбаевич мен атым. Мен Мен сіздерді видео таспаға түсіріп жатырмын. рұқсат бермеймін. Жарайды, рұқсат бермесеңіз сотқа жүгінесіз ғой. Ол сіздің личныйыңыз ғой. Құрмет этика деген сәл кішке сауырларды ерекше. Жоқ, біз кім түсірмей қойдық. Сіздердікі маңайлден бері рұқсат түсіріп жатыр ғой. Мен ешқандай зиян келтіріп жатқан жоқпын ғой. Құрмет этика көрсетейік те кішкене. Мен сіздерге ешқандай зиян келтіріп жатқан жоқпын ғой. Менің сұрағым мынау, сіз аудан әкімісіз ғой, Иә. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мына автотұрақ Госакта шешімде бар ма? Қаншалықты заңды? Оның бәрі документально бәрі бар. Бижан. Мен юрист емеспін ба, сен документ. Мен сізге әкім ретінде сұрақ қойып жатырмын. Бұл автотұрақ қаншалықты заңды? Сіздің аузыңыздан естігім келіп тұр. Болды. Біз сізді сайлағанбыз, сізге сенеміз. Сізді президентіміз именно халықтың мүддетін қорғау үшін. Бұның автотұрақ деген несі шешім жоқ, бірақ та заңды коммерческий нысан ретінде заңдастырып есім берілген. Жарайды, коммерческий нысанына мен ешқандай сұрағым жоқ. Бұл қазір сіз көзіңізбен көріп тұрғандай, мен көріп тұрғандай автотұрақ болып тұр ғой. Сол қаншалықты заңды? Ол енді заңсыз шешіп айтып отыр ғой, бәрі айтып отыр. Енді неше айдан бері, если бұл заңсыз болса, неге бұл заңсыздықты сіз тоқтатпайсыз? Сіз біздің ауданымыздың заңсыз ғой. Мен аудан әкімі ретінде жеке неге кәсіпкерге бұның ішкі несін. Құрметті президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы сіздерге именно сізге барлық құзыретті берген ғой. Сен жұмыс шешу келе алдың ба? Сен неге келдің бұл жерге? Мен интервьюге алуға келдім бе? Жоқ, мен сізге сұрақ қойып жатырмын ғой. Сіздің жеке бақылауыңызға кіре алмаймыз. Жеке кіре алмайсыз. Мен күніге азында 8:30-да жұмысқа келемін да. Әкім мырза, любой адам. мен сіздің личный ештеңкеңізге кіріп, сізді ренжітуді мақсатында емеспін. Если артық сөйлеген болсам, кешірім сұраймын. Жоқ, мен де кешірім сұраймын. Мен тікелей сұрағыма жауап беріңізші, өтініш. Болды, өтініш сұрағыма жауап беріңіз, болды. Басқа ештеңе керек емес. Если мен артық сөйлеген болсам, кешірім сұраймын. Шақырған Жақан ғой. Жақан, вопростарын қойсаңдаршы. Мен де тура Жақа сияқты осы ауданның тұрғынымын, осы мемлекеттің азаматымын. Маған да мемлекет паспорт берген. Қазақстан мемлекетінің, сайырлы Қазақстан мемлекетінің азамат деп. Сіз неге қазір қосылып тұрсыз, мен түсінбей тұрмын. Мен сізге сұрақ қойған жоқпын. Ерлан, бұл жерге жиналдық. Мына жаңбырдың астына. Көке, аға, тәте, сіз әкім емессіз. Мен сұрақты әкім мырзаға қойып жатырмын. Если менде әкімге сұрақ қоюға рұқсат бермейтін болсаңыздар, если мені тоқтататын болсаңыздар, оны айтыңыздар. Мен қазір әкім мырзадан ештеңке личный өзім дүниеме, өзім мүлкіме ештеңке сұрап тұрған жоқ.